Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Қазіргі кезде осы видеода мен сіздерге түсіндіріп кетем. Қазіргі кезде осы пособияны, яғни 42.500 теңгені қалай алуға заявка беруді. Бізде осы Министерство труда и социальной защиты, яғни еңбек министрлігі өзінің сайтын шығарған болатын кеше. Сол сайт арқылы қалай услуга алуға болатынын, яғни 42 пособияға қалай заявка беретін, соны сіздерге қазір көрсетемін. Ең біріншіден сіздер осы Google-ға немесе Firefox немесе Explorer осы приложенияға кіресіздер. Осы жерде сіздер тересіздер 42500.еңбек.kz осы сайтқа кіресіздер. Міне, біз сайтқа кірдік. Сайтқа кіргеннен кейін ең біріншіден сіздер жазылып тұр, по каким вопросам вы можете обратиться за помощью. Мына жерде заявка на получение пособия 42.500 теңге. Бұл жерде өздеріңіз қарауыңыз керек, кімдерге беріп жатыр деген мына жақта бізге жазылып кеткен. Работников малого и среднего бизнеса, а также крупного, но только в городах, где действует карантин. Яғни қазіргі андай ТО-да, АО-да жұмыс істеп жүрген негізі жұмыскерлер, ТО-дағылар, мысалы айтатын болсақ, Алматы қаласы емес, бүкіл жерде, бүкіл Қазақстан бойынша жұмыс істейтіндер негізі жаза беруге болады осы заявканы қалдыруға. Ал осы крупный предприятиялар, яғни АО-лар, бірақ олардың осы өздерінің счеттарына байланысты, размерларына, соған байланысты олар крупный болып бөлінеді. Бірақ ол крупныйлар тек қана Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында карантинда болған жағдайда оларға беріледі. Сосын индивидуальный предприниматель, яғни ИП. Сізде ИП болған жағдайда сіздер осы услугамен қолдана аласыздар. Осы сайтты көріп тұрсыздар. Бұл жерде осы 3 сіздерге столбец берілген, үшеуінде осылай көрсетіліп тұр, кімге қандай услуга екен. Бірақ бізге ең керегі осы 42.500 теңге, барлығы осыны сұрап жатыр. Бұл жерде осы отправить заявкуды басамыз. Одан келесі осындай страницаға өтеміз. Бұл жерде бізге жазылған заявка на получение пособия 42.500 теңге по потере дохода в связи с ЧП. Ең біріншісінде өздеріңіздің жеке куәліктеріңізде көрсетілген ИИН болады. ЖСН деп аталады, оны қазақша негізі осыны басасыздар. Осы жерге бәрін өздеріңіз тересіздер. Өзіңіздің ИИНіңізді мысалы айтатын болсақ, мысалы былай айтайық, ИИНіңізді тересіз толық. Содан кейін барып сіз ИП болсаңыз, немесе өз-өзіңізге жұмыс істейтін, яғни осы мен білмеймін, няня болып жұмыс істесеңіз, таксилық жасасаңыз, таксист болып жұмыс істесеңіз, немесе тағы басқа бір жұмыстарыңыз болса, неофициальный, ондай жағдайда мына жақта являюсь самозанятым деген бар, осыған галочканы басасыз. Галочканы басқан кезде өзіңіз көріп тұрсыз, мына жақта бин деген жоғалады. Бин дегеніміз, мысалы сіз бір ТО-да немесе АО-да жұмыс істесеңіз, осындай бинді бұл жерге теру керек. Егер сіз сондай жұмыскер болсаңыз, сізге бин керек болса, өзіңіздің жұмыс берушіңізден осы бинді сұрап алсаңыз болады. Немесе өзіңіз егов портал сайтына кіріп, сол жерде справканы жазып алсаңыз болады, өзіңіздің компанияңыз туралы. Сол жерден осы бинді жазып аласыз, компанияның бинін. Егер өз-өзіңізге жұмыс істейтін болсаңыз, являюсь самозанятым дейсіз, сол кезде мына бин сіздерде жоғалады. Осындай жағдайда өзіңіздің ары қарай толтыра бересіз, аты жөніңізді толық жазасыз. Толық жазғаннан кейін өзіңіздің келесі рет айбан шотыңызды жазасыз. Айбан шот дегеніңіз, мен сізге түсіндіріп кетейін, бұл сіздің карточкаңыздың номері емес, бұл сіздің карточкаңызға ашылған шот болады. 21 санынан тұрады, осы шотты мына жерге тересіз. Ол шотты сіздер көру үшін, яғни ең көбісінде және барлығында қазіргі кезде Каспи приложение бар, сол Каспи приложениядан осы мой банкқа кіріп, сол жерде справки деген бар, сол справкиға кіретін болсақ, осы айбан шотты қалай бухгалтерсыз-ақ өзіңіздің шотыңызды көруге болады. Сол жерде справканы жазып алсаңыз, сол жерде сіздің 21 санында осы айбан шотыңыз тұрады. Сол айбан шотты алып осы жерге жазасыз, содан кейін мына жерге регионыңызды жазасыз. Қай жерден сіз, мысалы Алматы, Астрахан район, соның барлығын жазып, адрес прописки полностью жазасыз. Мысалы айтатын болса, Алматы қаласы, Сейфуллина көшесі, осындай үй, микрорайон, соның бәрін жазып шығасыз. Содан кейін барып өзіңіздің почтаңызды жазасыз бұл жерде. Яғни әркімнің өзінің почтасы бар. Сол почтаны жазғаннан кейін мына жерге галочка қоясыз осының астында. Бәріңіз көріп тұрған шығарсыздар. Бұл галочканы қойған кезде сіздің осы бүкіл берген информацияның барлығы достоверный, яғни шынайы екені, соның барлығына өзіңіз осы согласиеңізді бересіз осымен.
Осыны галочка қойғаннан кейін ары қарай уже подать заявку дегенді көріп тұрсыздар. Осы домалақ ақшаның ішінде соған басасыздар. Соған басқан кезде сіздер уже автоматически заявканы бересіздер. Осы заявкаңыз сізде бір күннің ішінде қаралады. Бір күннен кейін сізге немесе жауап келеді, немесе 3 күннен кейін сізге ақшасы түсуі керек. Осы сіздің айбан шотыңызды көрсеткен жағдайда. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Назар аударғандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астында мен ссылка қалдырып кетемін. Сол ссылкаға басып, менен керекті сұрақтарыңызды сұрасаңыздар болады. Рахмет.